Армысыз, санамалап отырсақ, Париж Олимпиадасының басталуына 2 жылға жетер-жетпес қана аралық қалды және қазірден ақ лицензиялық турнирлер мен рейтингілік бәсекелер басталып кетті. Осы тұрғыда біз оған ұлттық құраманың дайындығын, әсіресе әйелдер күресінен ұлттық құраманың дайындығы жайында айтпақпыз. Ал кейіпкеріміз команда үздігі және әлем чемпионатының күміс жүлдегері Жәмила Бақбергенова. Кеттік ендеше. Никогда жақсы болды деп айтпайды. Даже мен ойлағам 2020 жылы болды, күрес тастайын ба деп. Не берді? Машина, үй, бәленбай $1000 ең мықты сыйақы. Ештеңе болмады. Тоқта. Қалай қасыңыз? Спортсмен деп көтермесе, ол спортқа алыс адамдар оны көтере алмайды деп ойлаймын. Таңғы сағат 7 бұл Елордадағы бокс және күрес орталығы. Қазір қыздар біртіндеп дайындықты бастап жатыр. Сәлем, Жәмила. Қалай? Нешеде тұрасыздар сонда? 7-те. Қайда қысасың? Сосын разминка қанша уақыт? Разминка емес. 7-те тұрамыз. Пока жуынып шығам деген 7-10 болды, 7 болды. 7:30 зарядка. 7:30-да басталады мына же. Мына темір торлардан шығуға бола ма бұлай кездері? Болмай ма? Болады. Қазір болады, кезінде болмаған. Мұндай қолы біліп қойған екен. Иә. Кіретін жері біреу ғана. Сосын бүйтіп айналып кіресің. Қыздардың қандай өнерлері бар? Ой, біз берейікте өлең айтады. Самый ұлттық құрамада өнерлі ол Исмагул Айжан. Қандай өнер? Берейікте өлең айтады. Өзің қайсына жақынсың? Ешқайсына. Өлең айтылған негізі, бірақ даусым. Біреулердің көзінше айтылмайды. Хобби қандай негізі? Демалыста? Демалыста тауға шығамыз. Жылқыға мінеміз. Біздікі баскетбол, футбол ойнау ғой. Воскресенье кездері соны ойнап жүресің. Тренировка азда еще соларды қосып ойнап жүресің. Таңғы 6-тан тұратдағы кешкі 12-ге дейін құйрығы жер иіскемейді ғой. Не десең елім үшін, жерім үшін тынбайды бейшара өсіп өңгір-ай. Біздің комнатаның қыздары ән Света. Мұны біз Айжан, мен сұрап жатыр, команда кім өнерлі деп айттым, сен деп. Берейді, индет деп, өлең айтады деп. Мен сұрап айттым, сен деп енді. Кеттік завтракқа барасылайықшы, бір өлең жүргендерші менен. Бізде завтрак осылай қады, апайлар жұмыртқа пісіреді и каша жасайды. Апай, каша. Побольше, поменьше. Побольше. Болса. Бізде обычно как ложите? Обычно как просят. Девушкам или по-разному, да? Нет, девочки просто просят. Побольше, поменьше. Рахмет. Қыздар әйтеуір асханаға келгенде көңілдер көтеріліп, бәрін? Настроение көтеріліп кетті. Жүздеріне күлкі үйіріліп. Қиын ба режимде? Шектеулер бар? Бәріміз ше береміз. Неге? Кетіп қалмай ма одан бап? Салмақ. Оның не жоқ па? Жоқ, жарысқа. Проблема жоқ қондай? 4-5 күн қалғанда ешкім ішпейді. Ауға дейін бәрі іше береміз. Жарысқа 4-5 күн қалғанда еше салмақ болатындар ішпейді ондайдан істейді. Өзінде салмаққа қатысты не бар ма? Проблема? Салмағым 74-72-ге шығам. Көтересің кетінші, да? 2 килограмм лақтырасың ба? Негізі, Хабиб Нурмагомедов айтады ғой? Вы знаете, что вес и возраст ваших борцов и девушек неприлично. Көп қолайтын қанша бар, мысалы, ұлттық құрамада примерно қанша килограмм тастайтындар? Бізде қазір правила ауысты, көп қоламайды. Енді осы жаңа правилаға байланысты бұрын 5-6 килограмм қолай беретін қыздардың өзі. Қазір таңертесін осылай. Алдында взвешение болады да, содан кейін уже сразу сағат 2 сағаттан күресеміз. Ең кішісі кім? Ян сен ба? Ян сен ба? Нелюфал болған ең кішісі. Жоқ қой, сен ғой, значит.
Взрослылардың кішісі өзің ба? Алдыңғы жыл карантинда көп қыздар декретке кеткен. Карантин әсер етті, иә? Ну, карантинда әсер етті бәрі. Очередьтен кеткен. Енді бала қайда қазір? Бала үйде. Маған анам қарау. Қазір ауылда жүреді. Қиын ба былай? Қалай? Не қиын шығар да? Сағынасыңдар. Иә, басында емші сыбырға шығып жүргенде қиналады. Сағынып, өзі жылайды кішкентай. Оны көргенде яше өзің қиналасың. Енді қазір кішкене үйреніп қалды, өзі өсіп қалды, бір жарым жасқа келіп қалды. Уже апасының қызы болып кеткен ғой. Бір жағы мотивация ма бала деген? Иә, бұрын енді өзіңді еркін жүре бересің ғой, еркін сезініп, қазір енді кішкентай болғаннан кейін көп жерден өзіне шектеу қоясың. Мысалы, бос уақытың болса, бұрын спортсмендер енді көбінесе айтады, спортсмендер жалқау болады деп, көп уақытын оны көбісі түсінбейді да, біз тренировкада шаршаймыз, уақытымыз бос болып қалса, бірден жаңа ұйықтап, кішкене демалып алып, восстановить етіп алайық деп. Ал қазір бос уақытым болса, бірден үйге барып келіп, баланы да көргім келіп тұрады. Қыздар декретке кетеді, қайтып келеді, Азия чемпионы болады. Вот қазақтың қыздары қандай. 3-те ме, 4-те ме? Не, 4 читаш. 4? Иә. Оны қалай таңдайсыздар? Оны кім бірінші келеді, сол таңдайды. Кім бірінші келеді, сол астына жата ма бойы? Жоқ, кім бірінші келеді, өз комнатаны таңдап, өзі шешеді. Одан кейін кім последний келсе, сол уже придется жатуға, где уже ойын болмағандықтан ауысып. Бізде Мадина Астанада тұрғаннан кейін больше сол бірінші айтамыз, бірінші балды базалады. Осында кел. Мадина Астанада тұрады. Қазір өзің де сен Астанаға тіркелдің ғой, иә? Неге осындай шешім қабылдадың? Бұл не береді спортшыларға? Алматы облысынан Елордаға ауыстың ғой жақында. Астана, өйткені спортсмендерге жақсы қарайды. Ну, Алматы облысы да жақсы қарайды. Мен Алматы облысына кейін жүрмеймін, өйткені онда Нұркен ағай болды, шығысым мектеп бар ғой. Соның директоры өте жақсы қарайтын бізге. Витаминдерімізді алып беріп, дәрілерді беріп. Енді Нұрбақыт ағай, Теңізбаев. Иә. Ол да жақсы қарайтын, өздері спортсмен болғаннан кейінші. Махаббат қызық мол жылдар. Жәмила тығылып оқиды, негізі көп айтпайды оның нелерін. Қызық мол жылдар. Әзілхан Нұршайықов. Жақсы негізі, керемет кітап қой. Қазақстан шоколад. Бұл неге ма? Подаркаға ма қыздарға? Неде береді, столовыйда береді. Таңғысын Қазақстан шоколад. Мама, өзің сатып алам дедің ғой? Иә, сатып алам. Витамин ғой бұл? Қарапайым тілмен айтқанда не береді? После тренировки, честно, восстановитель ғой. Енді бізге данный дос болады. Жәмила қазір әлемдік рейтингте бірінші. 72-де ма? Салмақ бойынша ғой да? Иә, 72-де. Одан кейін неміс қызы келатыр, иә? Менен кейін неміс қызы келатыр. Екеуміз жарысып келатыр. Ол Европадан кейін ол бірінші болған. Одан кейін Азия чемпионатынан кейін мен бірінші болдым. Енді осы жарыста тоже белгілі болады. Қырғыз қыздар ше? Бар ма ода? Жоқ, мен салмағымда қырғыз қыздар жоқ. Олар 68-76, олимпийский весте бәрі қырғыз. Жұманазарова қайсың деді? Мадина салмағында. 68 ба? Сіздер жоққан жоқсыздар ма бір рет, иә осы? Өткен жыл ма? Жоқтым. Мен кімге ұтылғам? Жұманазарова, финалда? Финалда ұтылғам. Финал емес, не ғой? Круговой система болғанда ұтылғам. Олмен қалай жолығу үшін сонда? Басқа салмақтардың ба сен? Мен 68-ге қудым, алдыңғы жыл 68-ге қудым ғой айлығын. Қырды өздеріңіз жуасыздар? Өзіміз жуамыз, қолмен емес. Жалпы үй шаруасына қалайсың? Тұрмыстық жағдайда Жәмила қалай? Жәмила қандай келін болады? Дамын мен тамақ жасай алмаймын. Мадин тамақ жасай алады, менікі больше андай талан жұмысы, үй жинау, сондай нәрселер істей аламын. Менде мен сол тамақ жасауды білмеймін. Салат жасай аламын. Ана жолы Мәдинаның сиыр сауып жатқан видеосы шықты. Папаға бәрі үшін Азия мүтсонда жұмыс істеп қойып. Әке шешең оны түсінбейді дей ма? Әлемде жұлдыз екенін. Оларға өтпейді дейді. Папаға өтпейді, қанша біз жарыста кадет кезінен келдік қой, просто кадет кезінде чемпион Казахстана болдым.
сөйтіп бұл жыл неге чемпион Азия болғанда папа никогда айтқан жоқ. Молодец, жақсы қызым деп никогда айтпайтын. Жақсы, молодец, кадет тұтсан, жас өспірімдер дейді ғой. Кадет тұтсан, енді молодежьдан результат көрсету керек дейді. Молодежьдан результат көрсету. Енді взрослыйдан результат көрсету керек. Молодежь деген ол болмайды, ол результат дейді. Взрослыйдан Қазақстан ұтсан, енді әлемдік жарыстарда ұту керек. Алдында мегде ұтып келдім, ол мегден екінші орын алдым ғой. Молодец, жақсы қызым болды деп айтамын мен, сен қайдағы. Мег жақсы, енді олимпиададан болды. Сөйтіп айтады, никогда жақсы болды деп айтпайды. Даже мен ойлағам, 2020 жылы болды, күрес тастайын ба деп, 2020 жылы. Бірақ папа айтты, тағы бір жыл күрес. Ой, тағы бір цикл күрес, 4 жыл. Азақ қалды ғой, 3 жыл деп сөйтіп айтты. Жәмиланың папасы негізгі мотиватор, иә? Мотиватор, диктатор. Бірақ ауылда өстіген қызсың ғой енді, ауылда қызсың ғой да? Иә, біз негізі ауылда өстік. Бүгінде кішкене кезімізде негізі Мадина екеуміз бар ғой, үйретілмеген жылқыларды асаулауды үйрететінбіз. Вау, мына қараңыз, жаңалық. Негізі, ұмытып кеттім айтып. Негізі оны ешкім білмейді. Мадина екеуміз Мадина ұстап тұрады, мен мінем. Сөйтіп, негізі таза ауылдың қызы. Ой, онда аса үйретіп жүрсеңіз. Борецтер түк емес екен ғой, былай лақтыруға да? Жоқ. Просто біз ауылда үйренгеннен Мадинамыз слишком мен болғанбыз. Сол спарринг партнер одан артық не керек? Энергия драйзер болғанбыз ғой, ішіміз өзімізге адреналин не жинап жүретін, естіп жүретінбіз ғой. Бір тыныш жүрмейтін адам болатын, Мадина екеуміз. Мына қараңыздар. Ұлттық құраман қыздар бәрін үлгеріп жатыр ғой. Тұрмыстағы қыздар қалай ол тұрмыста? Енді бәрі ойлайтын шығар, ойбай бұлар дөрекі болады, күйеуін ренжітсе лақтырып жүреді бұлай. Эмма, скажи, как в отношениях нет тебе? Жігітің спортсмен болса күшті, бәрі тігеді, саған көмектеседі, сен үшін как өзің андай. Қазір үлгеріп жатсыңдар ма қалай? Жігітпен де, спортпен де былай. Иә, үлгеріп жатырмыз, Бола ма конечно. Иә. Нагрузка ма олда? Жоқ, нагрузка емес, күшті. Қасында адам болса түсінеді, андай спортқа жақын болса, сол кезде жақсы. Білмеймін, өзіме солай. Жақсы. Қазақшаны қайдан үйрендің? Қай ауылда өстің? Өзім Қостанай облысы, Наурызым. Ема, Қостанайда жүріп қалай сөйлеп жүрсің қазақша таза? Ну, солай. Еще Алматыда оқыдым, Шаңырақта. Спорт интернатта. Номер 1. Светті өшіріп кетесіздер, эконом ба? Эконом, енді. Әлде әдет болып қалған ба? Негізі мен атам электростанция директорымыз. Жәмила үнемшіл қыз. Сыйлықтарға қатысты. Енді біраз жарса топ жарып жүрсің ғой. Ең не берді? Машина, үй, бәленбай $1000. Қайсысы болды бір? Ең мықты сыйақы. Ештеңе болмады. Ештеңе жоқ. Дым жоқ. Ақша жоқ па? Ақша жоқ. Анда не жоқ па не? Квартира беріп атады, біреулерге машина мінгізіп атады. Білмеймін енді, бізде... Болған жоқ па ондай? Облыс әкімі... Неде, енді кетчеміз әкімге... Әлем чемпионатынан кейінше? Ештеңе берген жоқ. Әлем чемпионатынан кейін... Қалай? Өзім министерстводан алған премиямды алдым. Өзім рейтингпен жинаған ақшамды алдым. Бізде алдыңғы жыл сондай болды. Кім бірінші номер болды рейтингта? Соған $10,000 береді деді. Бүкіл рейтингқа күрестік. Сен бірінші болдың? Еще оны 10% ұстап қалады. 10%? Да, жоқ. Әлемдік рейтинг, UV өтіп ұстаған жоқ. Халықаралық федерация лақтырады, иә? Халықаралық, UV деп аталады. Сол точно суммасын лақтырды. Біздікілерші, ұстап қалады 10% енді, да? Біздікілерден әлі, ондай неткен жоқпын. Жоқ, қалай кейбір спортсмендерге беріп атасыздар ғой, мысалы, орын алмаған спортсмендердің өзіне машина мінгізіп атады. Немене мынау деген қыздары? Ұяттап қалды, өзім сұрағанмен ұяп қалдым ғой. Ой, бәлі, шығатын жағы аяқпын. Таңғы астан кейін әдетте спортшылар 1-1,5 сағат ұйықтап алады, режим сондай. Біз қазір негізгі дайындық өтетін залдамыз. Осы бір паузаны пайдаланып айта кетейін. Жәмила Бақбергенова, енді жоғарыда айттым, соңғы әлем чемпионатында күміс жүлде жеңіп алды. Оның алдында Азия чемпионатында бір қола мен бір алтыны бар.
және Токио Олимпиадасына лицензиялық турнирлерге қатысты 2 рет мүмкіндігі болыпты және екеуінде де өте алмады, бірақ енді алдағы Париж Олимпиадасына міндетті түрде осы мақсатқа жетуді көздеп отыр. Қатты күресетін кроссовка осы ма? Қатты көрсетеді, өзі көрсетеді. Өзі қатты көрсетеді, адресын жасайды. Әлем чемпионатында осы болды ғой? Жоқ, әлем чемпионатында Nike деген подсока болды, Аукционға қойып сатайық оны әлем чемпионатында. Как раз әкімдер бермеген сыйақыны өзіміз шығарып солай спортшыларға мотивация беріп. Неге соны жасамасқа? Соған әрекет жасамасқа, неге жасамасқа? Неге жасамайды? Соны жасамасқа, неге жасамасқа? Неге жасамайды? Соны жасау керек. Қалай қазір, бабы қалай? Бабы жақсы. Өзі қазір осы әлем чемпионатынан күміс жүлде алғалы бері осы жүрген жаңағы жолдардың бәріне қатаң өзінің жаттығына. Байқадым соны. Режимде қатты екен, Режимде бәріне. Ең бірінші шығады екен, понятно. Өте жақсы көңіл аударып жүр, сол қуантады. Спортшының психологиялық тұрғыда өскені деген сөз. Олимпиадада көре аламыз ба? Енді бізде енді олимпиадалық емес салмақта қазір дүние жүзінде номер 1-ші болып тұр ғой, 1-ші, 2-ші, 3-ші. Енді олимпиадаға жақындаған сайын ондай ойлар туады. Әкесі айтатын маған, мен кішкентай кезінде олардың аяқтарына герзі етік жотаға жүгіртетін деп. Соның арқасында аяқтары белдері. Асау үйретіп дейді ғой. Енді артқа жақын. Соны айтам. Әкесі артқа жақын кісі. Қандай әдістер негізгі есептеледі? Козырный дейді. Бросков. Бросков. Ол қалай? Уақытасын, ол жоғардан секіп құлаған, екі жауын жерге төсе төрт бау болса. Өзіңнің сол үнемі жақсы шығатын сол ма? Жоқ, менде проход. Проходы. Біздікі екі бал, кейде төрт балға түседі, кейде екі балға түседі. Проход қайсы? Проход. Проход. Тоқта, қалай қасайдасың? Сіз қорқытты соша алмайсыз қазір бұдыр ғой. Меніңсі жай. Мен сан көксем. Қайтамыз ау? Динамо аяқты, Динамо, максимально вытащи. Вот, молодец, Света. Не надо на коротком голу согнутым высып жасап. Мынау высыпқа саналмайды, қыздар. Мынау высып емес, высып мына жаққа салу. Балуан аналар. Аяқ киімді шешіп кіру керек. Жақында ана депутаттардың фотосын көрдім. Балабақшадағы кілемге туплеймен кіріп кеткен. Ескеріп жүріңіздер. Тем более мына баристердің кілемін бассаңыздар, вообще жағдай қиын болады. Бізде енді титулованный спортшыларға жақсы жетістіктерге жетіп жүрген қызмет ұсынады. Депутаттан бастап, әртүрлі министрлікте, облыстық спорт басқармаларында басқару деген сияқты. Бұған дейін болған жоқ па? Алдағы уақытта болып жатса көзқарасың қандай? Шенеунік болуға. Спортсмендер көтермесе, ол спортқа алыс адамдар оны көтере алмайды деп ойлаймын. Ой, ну неге ты сразу так айтасың, неге? Джамиля как сейчас? Она готовится в форме, прибавляет, тренируется, все хорошо, все у нее в порядке. Вот. Может участвовать в Олимпиаде? И она что-то в интервью говорят, вес поменяю. 72, та весовая категория, в которой она сейчас борется, это не олимпийская. Олимпийская это 68 и 76. Ей придется определяться. Вот. Но она уже пробовала в 68 и гонять обычно это идет в ущерб физике, скорости, всему. А добавлять?
добавлять, с моей точки зрения, было бы лучше. Вот. Тем более ей рост позволяет. Қайықта. Достар, бүгінге осы видеоның негізгі бөлігі Хабар 24 арнасының сайтында тайм-аут деген бағдарламада біз осылай бағдарламаға еңбек алған тұстарын бөлек жарияладық. Қалай формат ұнады ма? Жәмилә пікірлері көңілден шықты ма? Алдағы уақытта кімдерді көргіңіз келеді? Кіммен жақын таныссақ болады? Жазыңыз, пікір қалдырыңыз, бөлісіңіз. Біз оларды міндетті түрде ескереміз. Сау болыңыз.